2005 жылдар шамасында Шотландиядағы Балмора қамалының маңында бір күні Елизавета екі патшайым әдеттегідей серуенге шығады. Басында тәж, қасында кортеж, тіпті салтанатты сирена да жоқ. Жанында тек өзінің көптен бергі жеке күзетшісі Дик Гриффин ғана болды. Екеуі таза ауамен тыныстап, кәдімгі қарапайым жұп сияқты төбелер арасында жай ғана қыдырып жүргенде, оларға арқаларына рюкзак асынып, әңгімелесіп келе жатқан екі америкалық турист жолығып қалады. Патшайым әрдайым адамдармен тоқтап амандасады екен. Бұл жолда сөйтіпті. Оның кім екенінен мүлдем хабарсыз туристер патшайымды әңгімеге тартады. Америкалық мырза қуана-қуана өздерінің қайдан келгенін, Британияның қай өңірлерінде болғанын және ары қарай қайда бағыт алатындарын айтып береді. Сосын, сонда сіз қайда тұрасыз деп сұрайды. Патшайым еш кідірместен, мен Лондонда тұрамын, бірақ мына төбенің ар жағындағы ауылда үйім бар деп жауап береді. Шын мәнінде бұл ақиқат еді. Бұл жаққа қашаннан бері келіп тұрасыз? Мен мұнда кішкентай кезімнен бері келемін дейді патшайым. 80 жылдан астам уақыт болды. 80 жыл? Егер осыншама уақыттан бері келіп жүрсеңіз, демек сіз патшайыммен кездескен шығарсыз. Патшайым мен әлі кездестірген емеспін, бірақ Дик оны жиі көреді екен дейді қуланып. Дик не болып жатқан бірден түсінеді, ойынға ілесіп. Я, кейде ол аздап қырсықтау болатыны бар, бірақ әзіл қалжыңы керемет деп қосады. Мәссаған, сіз патшайымды көріп тұрасыз ба? Сосын дереу Дикті ортаға алып, иығынан құшақтап, фотоаппаратын патшайымға ұстатып, бізді суретке түсіріп жібере аласыз ба дейді. Сөйтіп біріккен корольдіктің монархы, мемлекет басшысы, әрі сенім қорғаушысы Елизавета екі патшайым өзінің кім екенін білмейтін екі туристі өзінің күзетшісімен бірге суретке түсіреді. Кейін орын ауыстырып Дик оларды патшайыммен бірге суретке түсіреді. Сосын туристер жылы жымиып, алғыс айтып қоштасып, өз жолдарымен кете барады. Оларға дауыс естілмейтін жерге ұзай бергенде патшайым Дикке бұрылып күлімсіреп. Олар бұл суреттерді Америкадағы достарына көрсеткенде, біреу оның кіммен бірге суретке түскенін айтып берген сәтті көретін шыбын болғым келер еді дейді. Тақта 70 жыл отырғанына қарамастан, ол күле білу қабілетін жоғалтпады. Ренжіген жоқ, өзін таныстырмады, түзеткен жоқ, тек әзілдің қызығына бөленді. Кейбіреулер өздерін маңызды сезіну үшін тәжге мұқтаж, ал ол тәжін орамалдың астына жасырып қойса да бәрібір патшайым болып қала